Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен мен Райхан. Мен сіздермен бүгін бірінші дайындағаннан мінсіз болып, керемет болып шығатын сметанник пирогының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, керемет жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бізге ұн, қопсытқыш, бір жұмыртқа, сары май, шекер қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп аламыз ыдысымызға. Одан соң қопсытқышымызды саламыз. Үстіне шекерді салып, енді еріп тұрған сары майымызды саламыз. Салып болып, қолымызбен осылай мышқылап шығамыз. Міндетті түрде видеода көрсетілгендей қылып жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Пирогыңыз да әдемі болып шығады. Үстіне бір жұмыртқамызды шағып саламыз. Енді жақсылап илеп шығамыз. Мінекей қамырымызды дайын болды. Илеп болған соң міндетті түрде тоңазытқышқа салу керек. Міне, пищевой пеленкаға немесе осындай салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке алып қоясыздар. Мінекей формамызды алып аламыз. Қамырымыз жарты сағат тоңазытқышта тұрды. Екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін үлкендеу қылып аламыз. Енді формамызға жайып шығамыз қамырымызды. Жайып болған соң енді шеттерін, яғни жандарын істеп аламыз. Жандарын істеп болғаннан соң осылай стаканмен немесе банкамен бір тегіс қылып шықсаңыздар болады. Осылай жандарын и астын бір тегіс болып шығу үшін. Мінекей жандарын вилкамен немесе пышақпен дұрыстап аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ қажет болады, шекер қажет болады. Содан соң жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызды алып, қаймақ, менде дүкеннің қаймағы 20%. Қаймағымызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, одан соң жұмыртқамызды салып, тез-тез жақсылап араластырып аламыз. Шанышқымен немесе осылай венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Міндетті түрде көп араластырудың қажеті жоқ. Не бары 10-20 секунд араластырсаңыздар болды. Салмамыз осылай болып шығады. Содан соң формамызға құйып, қызып тұрған печкамызға 180 градусқа 30-35 минутқа қойып аламыз. Мінекей пісіп шықты. Менде қазір бұл жерде уже суыған күйінде болды. 2 сағат міндетті түрде суытып аласыздар. Және де жандарын пышақпен алып, содан соң формадан ажыратып аласыздар. Түсі осылай сарғылт болып шығады. Ол өзі қаймақтың майлылығына байланысты. Осылай әдемі болып шықты.
жұмсақ, және де тағы бір рет айтып өтейін, бірінші рет дайындағаннан сізде өте керемет болып шығады. Мүмкін сізде алдыңғы рецепттермен бұл сізді ойлағандай шықпай жүрген болса, мен көрсеткендей видеодағындай және мен айтып өткен барлық істеп шықсаңыз қағидаларын, міндетті түрде сізде керемет болып шығады. Каналға тіркеліңіз. Назарларыңызға рахмет.